Hello, children. How are you today? Now let's start today's new lesson, new model 1, new lesson, our class. Open your book on page 5. Қайырлы күн балалар, бүгін біз жаңа модуль бастаймыз. Our class, біздің сынып деген, және де school subjects, мектеп пәндер деген сабақты өтетін боламыз. Яғни күнделікті біз мектепте оқып жатқан мектеп пәндерінің ағылшынша аттарымен танысамыз. Exercise 1. Listen and repeat what are these words in your language. Which ones can you see in the pictures? Балалар бізге айтады. Мына сөздерде сіздердің өз тілдеріңізде қалай болады және де суретте көріп тұрсыңдар ма дейді. Енді біз суреттермен сәйкестендіру жұмысын жүргізуіміз керек. Ол үшін мынау пәндерді, берілген пәндердің қазақшасымен танысып алайық. Now repeat after me all together. English, ағылшын, geography, география, music, музыка, history, тарих, information communication technology, информатика қарым-қатынастар технологиясы, masses, математика, science, ғылым, art, өнер, physical education, дене шынықтыру, design technology, дизайн технологиясы. Балалар жаңа сөзбен таныс болғаннан кейін келесі we need to match with pictures, яғни сөздерді суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Сіздерге сәйкестендіру жұмысы қиындыққа соқпайды деп ойлаймын, өйткені біз жаңа сөздерді бір қайталап алдық. Сәйкестендіру жұмысын орындаймыз. Next task, exercise 2, complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыруымыз керек. My favorite school subjects are, менің сүйікті пәндерім, I'm good at, мен жақсымын, I'm not good at, мен нашармын, жақсы емеспін деген секілді. Яғни балалар өзіміздің сүйікті пәндерімізді жазамыз, және де қай пәннен жақсымыз, қай пәннен жақсы емеспіз, соны толықтыруымыз керек. For example, my favorite schools subjects are maths, music and arts. I'm good at maths, I'm not good at history. Балалар осылай өз пәндерімізді жазамыз. So children, we have done all exercises. Now our lesson is over. Now don't forget to subscribe my channel.